Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге өте қытырлақ, нәзік самсаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге сары май, су, тұз, тек қана қарапайым осы үш нәрсе керек. Алдымен суға тұзымызды қосып, ұн салып, қамыр қылып жақсылап илеп аламыз. Жұмсақ қамыр етіп үйлейміз. Қамырымызды жұмсақ етіп илеп болған соң 15-20 минутқа қойып қоямыз. Июі қанса өте жақсы жайылады. Самсаның салмасын өз қалауларыңызша асқабақтан, еттен, картошкадан жасауға болады. Июі қанған қамырды өздеріңізге ыңғайлы көлемде бөліктерге бөліп, жұқа етіп жайып шығамыз. Бөлме температурасындағы сары майды қамырдың бетіне жағып шығамыз. Бір текіс етіп, жұқалап жағып шығамыз. Видеода көрсетілгендей етіп, қамырды дөңгелектеп, жайлап, орап шығамыз. Қамырымызды 1-2 сағатқа салқындатқышқа салып қоямыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді осыны кішкене бөліктерге бөліп, түйіп, салмасын салып, самса жасаймыз. Қалағандарыңызша дөңгелек етіп, 3 бұрышты етіп, я болмаса 4 бұрыштап қалауларыңызша ұнаған қалыпта түйіп шығуға болады. Түйіліп дайын болған самсаларға жұмыртқаның сарысын жағып, күнжіт сеуіп, 180 градуста пешке пісіріп аламыз. Достар, сіздерге пайдалы болып жатса, менің YouTube каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.